Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді, керемет, жұп-жұмсақ нанның рецебімен сіздермен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны аяғына шейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться деген белгіні басып қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сары майымызды саламыз, немесе қаймақ салсаңыздар да болады. Енді суымызды құямыз, жылы суды. Үстінен аштығымызды салып, аштығымызды ерітіп араластырып аламыз. Татымына қарай тұз және шекер қосамыз. Алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымызды қатты қылып жібермей, жұмсақ қылмай, орташа тығыздықта бауырсаққа илеген қамырдай етіп илейтін боламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Үстінен сұйық майымызды жағып, бетін жауып, жылылап, орап, ашытуға қоямыз. Қамырымыз ашыған соң барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Осылай барлығын бірдей етіп бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап, зуала жасап қоямыз. Араларын алшақтау етіп орналастырамыз. Бетін жауып 20 минутқа қоямыз. 20 минут тұрғаннан кейін ол қамырлар көтеріледі. Сол үшін арасын алшақтау етіп орналастыратын боламыз. Міне бетін сүлгімен жауып қойдық. 20 минут тұрады. 20 минуттан кейін табамызға май жағып, қамырларымызды арасын алшақтау етіп орналастырамыз. Бір табаға 4 нан сыйды. Енді нанның орталарын осылай жан-жағына қарай жаямыз. Қаттырақ ортасын басып, және де вилкамен тесіп шығамыз. Енді қамырымыздың бетін сүлгімен жауып, 10-15 минутқа тағы да көтерілуге қоямыз. 10-15 минуттан кейін жұмыртқамыздың сарысын жағып, бетіне күнжіт сеуіп, пешімізге 320 градуста 15-20 минутқа пісіреміз. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Міне нандарымыз әдемі керемет болып пісіп шықты. Бетіне сары майымызды жағамыз. Нанымыз жұп-жұмсақ әрі жылтырап шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де описание бөлімінде толық рецебін жазып қалдырамын. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жаза кетіңіздер, сұрақтарыңызға жауап беремін. Ал ендеше ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер осылай.